Кішкентай ғана ауылда күнделікті өмір баяу ағып жататын. Әркім өз тіршілігімен малын бағып, бауын қарап, тыныш ғұмыр кешіп жүрген. Бірақ бір күнде бүкіл ауылдың берекесін қашырған, үлкен дүрбелеңге айналған оқиға орын алды. Жазғы күннің ыстығында 5 жасар Әмір аулада ойнап жүрген. Анасы шайын ішіп отырып, баласына анда-санда көз тастап қоятын. Бірақ бір сәт қараса, Әмір жоқ. Әуелі ол қораға кіріп кеткен шығар деп ойлады. Шақырды, бірақ үн қатпады. Сосын ауладағы әр бұрышты, қораны, қапшықтардың арасын түгел ақтарды. Баласының ізін таппады. Әкесі жұмыстан келіп ауылды басына көтерді. Баламыз өздігінен ешқайда кетпейді, біреу алып кеткен деп ашуға булықты. Көршілер жиналып, бәрі жабылып іздеуге кірісті. Баланың суретін көрсетіп, әр үйді аралады, әр шарбақтың ішін тінтіп шықты. Қарттар дұға оқып, әйелдер күбірлеп Алладан амандық тіледі. Кеш түсе бере ауылдың үстіне ауыр үнсіздік орнады. Анасының көз жасы таусылмай, әлсін Әмір-ау, қайда кеттің деп еңіреп отыра берді. Әкесі болса ауыл жігіттерін жинап алып, ауыл сыртындағы даланы, өзен бойын қарап шықты. Бірақ нәтиже болмады. Бір қызығы, сол түні көрші үйдің иті мазасызданып тоқтамай үретте, жертөле маңында ұлып тұрып алды. Бірақ дәл сол қараусыз жертөле, дәл сол иттің ұлыған жері бүкіл ауылды дүрліктірген құпияның кілті еді. Ауылдың адамдары таң атпай жиналып, жоғалған баланы іздеуді қайта жалғастырды. Әркім қолына фонар, айыр, тіпті таяқ алып, қора қопсыны, шұңқырларды, ескі үйлерді шарлап шықты. Әйелдер балаларын қасына алып, көздері алақ-жұлақ болып, бір-біріне үрейлі қарады. Әмірге бірдеңе болса, ертең біздің балаларымызға да кезек келмесіне кім кепіл деген ой бәрінің жүрегін суытты. Әсіресе анасының жан азабы сөзбен жеткісіз еді. Кешеден бері көз ілмей әр жерге жүгіріп барады да, баласын таба алмай, жылап қайтады. Дауысы қарлығып, жүзі бозарып кеткен. Әмірім тірі шығар, бір жерден табылар деп өз-өзін жұбатса да, үміті үзіліп бара жатқандай. Сол күні ауданнан милиция да жетті. Бірнеше адам ауылды аралап, әр үйдің есігін қағып, сұрақ қойып шықты. Көршілердің бәрі бір ауыздан бала аулада ойнап жүрген, кенет жоқ болды дегенді айтты. Бірақ нақты ешкім ештеңе көрмеген. Бір қызығы, кейбір көршілер иттің мазасызданып, жертөленің жанында ұлып шыққанын сөз қылды. Бірақ оған ешкім ерекше мән бермеді. Милиция да бұған аса тоқталған жоқ. Оның орнына олар ауылдың шетіндегі орманды тексеріп, өзеннің бойын сүзгіштерге қаратып шықты. Бірақ бәрі нәтижесіз болды. Ауылдың үстіне белгісіз үрей орнады. Адамдар балаларын сыртқа шығаруға қорқып қалды. Кеш батқан сайын құлаққа иттердің үргені, әлдекімнің аш-айқайы естілгендей болады. Әр үйдің есігі жабық, бірақ әр жүрек әлдебір қараңғы құпияға толы еді. Ал сол уақытта, дәл ауылдың ортасында, адамдардың көз алдында тұрған қараусыз жертөленің ішінде кішкентай Әмір бүрісіп, үнсіз отыр еді. Әмір оянғанда не болғанын түсінбей қалды. Ойынан бір сәтте қараңғылыққа түскендей болды. Жертөленің іші сыз тартып, ауа тұншықтырғандай еді. Қабырғаның иісі көне, тіпті топырақпен шіріген ағаштың иісі мұрнын қысты. Баланың жүрегі дүрсілдеп, көзі жастан жасаурап кетті. «Мама!» деп айқайлап еді, даусы қалың топыраққа сіңіп жоғалғандай шықпады. Ол қайта-қайта есіктің жанындағы ағашқа ұмтылды, бірақ ауыр темір құлып қақпақшадай жабылып қалған екен. Алғашқыда ойнап жүргендей көрінгенімен, уақыт өте қорқыныш бойын биледі. Қараңғыда әр дыбыс үрей шақыратын, еденнің сықыры, тышқанның жүгірген аяғы, тамшының тырсылы. Бала бүрісіп жатып, кішкентай қолымен көзін сүртті. Әкем мен анам табады деп үміттеніп, талықсып ұйықтап кетті. Сол сәтте жертөленің үстінде бір көлеңке қозғалды. Ол осы қастандықты жасаған көршісі болатын. Кекшіл мінезді, көптен бері бұл отбасыға іштей өшпенділік сақтап жүрген адам. Әр шаңырақпен тату тұрғандай көрінгенімен, іштей қызғаныштан күйіп жанып, кек қайтарудың жолын ұзақ ойлап жүрген. Ақыры ең қорқынышты тәсілді таңдады, олардың жалғыз баласын тығып қою. Ол жертөленің аузын қайта тексеріп, құлыпты бекітіп, иттің мазасын алып тұрғанын көріп, оған тас лақтырды. Ит ыңырсыған күйі шегініп кетті. Ешкім бұл жерден іздемейді деп өз-өзін сендірді. Ал ауыл адамдары болса, дәл сол сәтте өзен бойын қарап, орманды кезіп жүрген еді. Ешкімнің ойына жертөле түспеді. Ал Әмір болса, қапас ішінде түннің ұзақтығын сезінбей, әлі де ата-анасы келіп алып кетеріне сеніп отырды. Ауылда 3-ші күн өтті. Әмірден әлі де хабар жоқ.
Милиция іздеуді тоқтатпады. Ауылдың жігіттері де түн ұйқысын 4 бөліп қырды да сайды да кезді. Бірақ ешқандай із табылмады. Әр сағат сайын анасының үміті сөніп бара жатқандай еді. Ал көршісі, осы істің артында тұрған адам, сырт көзге бәрінен де белсенді көрінді. Қалғандармен бірге орманға барып айқайлап іздегендей болды. Үйме-үй кіріп шықты. Тіпті баланың суретін қолына ұстап алып, ауыл сыртындағы малшыларға да көрсеткен сыңай танытты. Барлығы жаны ашыған адам ғой деп ойлады. Ал шындығында оның көздері түнде жертөленің құлпын тексеріп, баланың әлсіз үнін тыңдаумен әлек еді. Әмір болса әлсірей бастады. 3 күн бойы жарық көрмей, жертөледегі сызды ауада отырған бала аштық пен шөлдің зардабын тартты. Қолындағы кішкентай ойыншығын құшақтап, әкесінің ер жетесің, батыр боласың деген сөздерін еске алып, шыдамға тырысты. Кейде дауыстап шақырып көрді, бірақ үстінде жүрген адамның аяғының дүрсілі ғана естілетін. Ал ауылда түрлі қауесет тарай бастады. Бірі қасқыр алып кеткен шығар десе, енді бірі бөтен біреу көлікпен әкетіп кеткен деп болжам жасады. Бірақ ешкім нақты дәлел келтіре алмады. Көрші әйелдер болса, бала жоғалған күні ауылдың ортасында жүрген бір беймәлім көлікті еске алды. Сол алып кеткен шығар деп бәрі шулады. Алайда ит әлі де түнде жертөле маңын айналып жүрді. Кейде қатты ұлып, кейде қабаурап үре беретін. Бірақ адамдар оның мінезін түсінбеді. Ал шындық дәл көздерінің алдында тұр еді. 4-ші күнге аяқ басты. Ауылдың үстіне қалың тұман түскендей, әрбір үйдің іші ауыр қайғыға толды. Баланың анасы жүдеп әлсіреп, тіпті орнынан тұра алмай қалды. Қолынан келгені Аллаға жалбарынып дұға оқу ғана. Әкесі болса қайсарлығын жоғалтпай, баламды табамын деп қайтпас қайрат танытты. Бірақ жанарындағы шаршағандық бәрін байқатып тұрды. Милицияның адамдары да үмітсіздене бастады. Егер бала тірі болса, 3 күн аш-жалаңаш далада жүре алмайды деп күбірледі біреулері. Бұл сөздерді анасы естіп еңіреп жылап жіберді. Тірі, менің әмірім тірі. Ол қайда барсын, ауылдың ішінде ғой деп жүрегі сезіп айқайлады. Дәл сол сәтте тағы да иттің ұлыған дауысы шықты. Бұл жолы ол бұрынғыдан да қатты, жан дауысы шыққандай ұзақ ұлыды. Бүкіл ауыл елең етті. Құдай-ай, итте бір нәрсе сезіп тұрма деді бір қарт. Бірақ көпшілігі мән бермеді. Тіпті кейбірі иттің мінезі ғой, жаман ырым қылмайық деп жұбатты. Ал әмір болса жертөледе әлсіреп, әрең дем алып жатты. Кішкентай жүрегі соғып тұрса да, денесі қалтырап, көзі жасауаған күйі ұйықтап кетті. Көршісі болса, түнде жертөленің аузын ашып ішке үңілді. Әмірді көргенде іштей бір сәт дір ете қалды. Баланың жүзі қуарып, әлсірегені анық еді. Бірақ іштегі қызғаныш пен өшпенділік оны райынан қайтармады. Олар мені қорлап еді, енді дәмін көрсін деп күбірледі. Ол қайтадан құлыпты бекітті де, ештеңе болмағандай, ауыл адамдармен бірге іздеу тобына қосылды. Күндер өтіп жатты, бірақ әмірден хабар жоқ. Ауылдың адамдары қажып, милицияда әлсірей бастады. Іздеулердің бәрі нәтижесіз болған соң, баланы сырттан келген біреу алып кеткен шығар деген ойға тоқтады. Әкесі болса, бұған сенгісі келмеді. Ол өздігінен ауылдан алысқа кетпейді. Біреу осы жерден жасырды, бірақ қайда деп өз-өзін жеп жүрді. Сол кезде бір кішкентай жайт көпшіліктің назарынан тыс қалды. Баланың жоғалғаннан бері ауылдағы ең мазасыз жануар көршінің қасында жүрген ит қана еді. Ит күн сайын кешке жертөленің маңына барып ұли беретін. Қайта-қайта қазғандай болып жерді тырмалайтын. Кейбір балалар бұған қызығып, мұнда бірдеңе бар шығар десе де, үлкендер елемеді. Ауылдың бір ақсақалы, көпті көрген қария, әлде бір ойға шомып жүрді. Ол да иттің мінезін байқап қалған еді. Жануар бекер уламайды, бір сыры бар. Бәлкім жоғалған балаға қатысты шығар, деп күбірледі. Бірақ дәлелсіз сөзді айта алмай үнсіз қалды. Әмір болса, жертөледе есін жиып қайта талықсып кетті. Аштықтан әлсіреген бала сырттағы дыбыстарды естігендей болды. Әке, ана, деп сыбырлаған үні қараңғылыққа жұтылып жатты. 7-ші күнге аяқ басқанда ауыл адамдарының төзімі таусыла бастады. Әр үйдің есігі тарс жабылып, әңгіме тек әмір жайында өрбіді. Бірі бала тірі емес шығар десе, енді бірі бөтен біреу алып кетті деген болжамнан танбады. Бірақ әкесі ештеңеге сенбеді. Оның жүрегі әлі де бір жерден үміт күтетіндей соғып тұрды. Сол түні әкесі сыртқа шықты. Ай жарығы ауылды бозғылт сәулеге бөледі. Дәл осы кезде көрші үйдің жанынан бір дыбыс естіліп, әкесі тоқтай қалды.
Қараса, ит тағы да жертөле жаққа барып, жерді тырмалап, ұлып жатыр екен. Әке жүрегі селт етті. Неге бұл жануар әрдайым осы жерге келеді деген ой маза бермей қойды. Келесі күні ол көршімен әңгімелесті. Сенің итің неге үнемі жертөленің жанынан шықпайды деп сұрады. Көрші болса, жүзіне жалған жанашырлық кейіп беріп, иттің мінезін қайдан білейін, бәлкім тышқан қаптап кеткен шығар деп жайбарақат жауап берді. Бірақ әке оның көзіндегі қобалжуды байқады. Әлдебір жасырын сыр барын жүрегі сезді. Осыдан кейін ауылдың қарт ақсақалы да сөз көтерді. Әй, жұрт, біз орманды да, суды да тінтіп шықтық. Енді мына қараусыз жатқан қора қопсы, жертөлелерді түгел қарау керек. Ит тегін ұламайды деді. Бірақ жұрттың көбі бұған немқұрайды қарады. Жертөледе не істейсің деп қол сілтеді. Әмір болса, жертөледе есінен танып қала жаздап, қайта-қайта оянып жатты. Қараңғыда уақыттың қалай өтіп жатқанын сезбей, тек ата-анасының бейнесін көз алдына елестетіп шыдауға тырысты. Ал көршінің мазасы қашты. Ол күн сайын адамдардың әңгімесін тыңдап, біреу күдіктеніп қалған жоқ па деп үрейлене берді. Әсіресе әкенің өткір көзқарасы оны дір еткізді. Бірақ ол әлі де ешкімнің ойына жертөле түспейді деп өзін алдаумен болды. 8-ші күн. Ауылдың үстіне түнерген бұлт үйірілгендей, адамдардың үміті үзілудің аз-ақ алдында тұрды. Анасы әлсіреп, әр сәт сайын есінен танып қала берді. Оның көздері үнемі көрші үйдің жанындағы жертөлеге түсіп кететін, бірақ қайтадан өзін тоқтататын. Онда не істесін, әмір ол жақта емес қой деп өзін жұбататын. Әкесі болса, таңнан кешке дейін іздеуден шаршамады. Бірақ бұл жолы ол өзгеше шешім қабылдады. Мен иттің мінезіне сенемін, ит босқа уламайды. Кешке сол жертөлені өзім тексеремін деп бекінді. Сол күні кешке ауылдың бір топ ер азаматтары ақсақалдың бастамасымен жиналып, ескі қора қопсыны, жертөлелерді тінтуге кірісті. Әр үйдің иесі өз қорасын ашып, жігіттерге қаратып шықты. Ауылда тынышсыздық пайда болды. Әркімнің көкейінде егер бала шынымен бір жерден табылса ше деген жасырын ой тұрды. Көрші болса, жүрегі атша тулап, мазасы қашты. Ол адамдардың өз жертөлесіне жақындай бастағанын көріп, амал таппай қалды. Қалай тоқтатамын? Бір сылтау табуым керек деп ойлады. Бірақ дәл сол сәтте ит тағы да жертөленің қасында үре жөнелді. Оның үні бұрынғыдан да ащы шықты. Әмір болса әлсірегенімен сырттағы қимылды сезді. Бала ішінен, әке, мен мұндамын деп айқайлағысы келді. Бірақ үні шығып үлгермеді, тек көзінен жас ақты. Оның кішкентай жүрегі жарық дүниені қайта көруге деген үміттен айырылған жоқ. Ақыры адамдар жертөленің алдына жиналды. Әке қолына балтасын алып құлыпты ұрып сындырмақ болды. Дәл осы сәтте көрші қалтырап, жан ұшыра, бұл жертөледе ештеңе жоқ. Кеше кіргенмін деп айқайлап жіберді. Оның дауысы бәрінің күдігін күшейтті. Әкенің көзінде от ойнап, ол құлыпқа балтаны бар күшімен сілтеді. Балтаның сарт еткен дыбысы ауылдың тыныштығын қақ айырды. Құлып бірден сынбады, бірақ бірнеше мәрте ұрған соң, темір ілмек үзіліп, жертөленің есігі сықырлап ашылды. Ішінен сызды, көне иіс бірден бұрқ ете қалды. Әуелі бәрі үнсіз тұрды. Әкенің жүрегі дүрсілдеп, көздері қараңғылыққа қадалды. Кенет әлсіз ыңырсыған дыбыс естілді. Анасы еңіреп талып қала жаздады. Ер адамдар бірінен соң бірі ішке түсіп, шам жағып еді, қараңғы бұрышта бүрісіп жатқан кішкентай әмірді көрді. Оның жүзі қуарған, көздері қызарып кеткен, бірақ әлтіреді. Бала әкесіне қарай қолын созды. Әке баласын құшақтап көз жасын тыя алмады. Әмірім, балам, мен осындамын деп еңірей құшақтады. Анасы тізерлеп отырып, Аллаға шүкір, деп қайта-қайта қайталай берді. Ауылдың адамдары таңырқап, бір-біріне қарап, ештеңеге сенбегендей тұрды. Осы сәтте бәрінің назары көршіге ауды. Оның жүзі қуқыл тартып, қол-аяғы қалтырап кетті. Әуелі сөз таба алмай, аузын ашып жұмып тұрды. Ақыры біреулер, оны кім істеді? 7 күннен бері бала осы жерде отырса, бұдан хабардар адам қайсың? Деп дүрсе қоя берді. Көршінің көзі жалтақтап, аузына сөз түспеді. Оның жанарындағы үрей бәріне шындықты айтып тұрғанда еді. Әкесі оны жағасынан алып, сен бе? Сен менің баламды осында қамап қойдың ба? Деп айқай салды. Ауыл адамдары шулап кетті. Бірі осыған күдіктенгенмін десе, енді бірі итбекер ұлымапты деп бастарын шайқады.
Ақсақалдар да үнсіз қалды, бәрі көз алдына сыймайтын сұмдықтың куәсі болды. Әмірді сыртқа алып шыққанда айдың жарығы оның жүзіне түсті. Әлсіз болса да бала жымиып анасының мойнына жабысты. Мен сендерді күтіп едім дегендей көздері жанып тұрды. Ал көрші болса халықтың алдында тұра алмай жерге қарады. Шындықтың беті ашылды. Әмірдің табылғаны ауыл үшін үлкен қуаныш болды. Әйелдер көз жасын тыя алмай Аллаға шүкір деп бата қайырды. Ер адамдар бір-біріне қарап таңданысын жасырмады. Бірақ қуаныштың артында ашу мен ыза бар еді. Әсіресе әкесінің жүрегі алай-дүлей болды. Ол ұлын 7 күн бойы қапаста қинаған көршіні кешіре алмайтыны анық еді. Көршіні ауыл адамдары қоршап алды. Бірі не үшін мұндай сұмдыққа бардың десе, енді бірі балаға не жаның ашымады ма деп айқайлады. Бірақ ол үн қатпады. Жүзінде қорқыныш пен өшпенділік араласқан белгісіз кейіп тұрды. Ақыры ол күбірлеп, сендерден кек алғым келді, сендердің шаттықтарыңды көре алмай жүрдім деді. Оның сөзі ауылды одан әрі дүрліктірді. Құдай-ау, мынау адам емес, хайуан ғой деп әйелдер шулап, балаларды қасына тартып алды. Ақсақалдар да бас шайқап, өшпенділіктің соңы осындай болады деді. Милиция көршінің қолына кісен салып әкетті. Ол қарсыласқан жоқ, тек артына бұрылып, әлі де әкесіне қарады. Оның көзіндегі өшпенділік оты әлі де сөнбегендей көрінді. Бірақ бұл енді ештеңені өзгерте алмайтын еді. Әмірді дәрігерлер тексеріп, әлсірегенімен аман қалғанын айтты. Анасы баласын құшақтап тастамай қасында жүрді. Әкесі де ұлын құшағынан шығармай, енді ешқашан сені ешкімнен қорғамай қалдырмаймын деп қайталап отырды. Ауыл ұзақ уақыт бойы осы оқиғаны әңгіме қылды. Көршіге сенім артып еді, ақыры қасірет әкелді деп халық сабақ алды. Әсіресе балаларға ерекше қарау басталды, ешкімді қараусыз қалдырмауды үйренді. Ал көрші болса, жасаған ісінің жазасын тартып, темір тордың ар жағында қалды. Оның есімі ауыл үшін қарғыс атқан жанға айналды. Әр адам оны еске алғанда кекшіл мінездің қандай сұмдыққа апаратынын айтып отыратын болды. Әмір болса уақыт өте бәрін ұмытып ер жетті. Бірақ оның жүрегінде бір ғана сенім қалды. Ата-анасының мейірімі мен халықтың дұғасы аман алып қалғанына деген алғыс. Осылайша көршінің кегі ақыры өзіне жаза болып қайтты.